Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге қазақтың ұлттық тағамы өте пайдалы әрі тойымды майсөктің рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге ең алдымен, яғни маңызды өнім тары керек, сүт, май, яғни мен қолдың сары майын қолданамын. 2%-дан асатын немесе 82% табиғи сары майды қолданамыз. Және де қалауымызша қант. Осы жердегі қанша граммдардан қолдандым, видеоның астында жазып қалдыратын боламыз. Ең алдымен біз тарыны жуып алуымыз керек. Яғни тарыны ыстық суға жуыңыздар, сонда бізде бұл жартылай пісіп жұмсаратын болады. Ыстық суға, яғни қайнап тұрған суға 3-4 рет жуып аламыз. Міндетті түрде жақсылап жууымыз керек. Енді осылай бір араластырып жүріп, осы ақ кетпеу үшін сүзгі арқылы сүзіп тұрып, осылай 2-3 рет, 4 рет жуып аласыздар. Мінекей мен 4 қайтара жақсылап жуып алдым. Енді кезекте бұны біз қайнатуымыз керек. Ең алдымен енді андай қайнатуаны ыдыстарымызды алып, сүт құйып, бір рет жақсылап қайнатып алатын боламыз. Немесе сіздерден сүттеріңіз қайнаған болса, ыстық сүтті қойып, бұқтырып қоюға болады. Бірақ мен салқын сүт қойғандықтан бір қайнатып алатын боламын. Мен бір қайнатып алдым. Енді кезекте қантымызды саламыз. Қантты өзіміздің қалауымызша. Енді жақсылап араластырып, бетін жауып, яғни осы тары өзіне сүтті сіңіріп алғанша дейін қойып қоюымыз керек. Бізге бұған бір жарты сағат немесе 1 сағаттай уақыт кетеді. Дәл осы араластырып, бетін жауып қойып қоятын боламыз. Бізде тура 1 сағаттай өтті. Толықтай осылай су тартылып кетті. Азызы осында влажный болып тұрады. Енді осыған жұмсақ сары майымызды қосып, жақсылап осы майымыз еріп кеткенше араластыратын боламыз. Мінекей біздің майымыз осылай толықтай еріп кетті. Енді ыдыстарға салып, формасын келтіру үшін жасайтын боламыз. Осылай әбден және өзіміздің қалаған ыдыстарымызға салатын боламыз. Мінекей дәл осындай болып шығады. Сіз өздеріңіз қалаған ыдысқа әртүрлі формада немесе тек қана ондай форма емес, жай ғана ыдыстарға салып ұсынсаңыз да болады. Мінекей біздің майсөк дайын болды. Өте дәмді әрі өте пайдалы. Рецепт ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.